Ассаламу алейкум достар, қайырлы таң. Бүгінгі таңғы асымызға жолдасымның сүйікті тәттісі сырнеке дайындауға кірістім. Рецепт ұнаса менімен бірге сіздер де дайындап көріңіздер. Ең алдымен сүзбенің үстіне жұмыртқаның сарысын және бананды, қажетті мөлшерде ұнды қосып, блендердің көмегімен біркелкі массаға айналдырамыз. Мен түнде ұйқыға жатардың алдында сүзбенің үстіне семена чияны салып, тоңазытқышқа салып қойғам. Егер де семена чия болмаса, қарапайым макты да қосып пайдалансаңыз болады, немесе мүлдем ештеңе қоспай сүзбенің өзінен дайындасаңыз да болады. Чия тұқымдары омега-3 секілді май қышқылдары, сондай күшті антиоксиданттар мен диеталық талшықтардың нағыз көзі болғандықтан күнделікті рационымызға қосып тұтынуымызға болады. Сондай-ақ кальцийдің, магнийдің, фосфордың және калийдің жақсы көзі болып табылады. Әртүрлі дәнді дақылдарға, нан өнімдеріне, осындай тәттілерге, жеміс шырындарына, йогуртқа осы тұқымдарды қосып пайдалануымызға болады. Асылында осы чия тұқымдарының ағзамызға берер пайдасы мол, жүрек қан тамырларын нығайтуға, сонымен қатар әртүрлі қатерлі ісік ауруларын азайтуға көмектеседі, және де қан құрамында қант деңгейін төмен түсіруге дейінгі септігі бар. Сырнекелерді жасап болғаннан соң тоңазытқышқа салып 10-15 минутқа қатырып алдым, себебі маған қатырып пісірген өте ыңғайлы. Күнделікті рационыңызға, ағзаңызға пайдасы мол, ешқандай зияндығы жоқ тағамдарды енгізгіңіз келсе, менің арнамнан алыстамаңыз, каналыма жазылып, қоңырау батырмасын басып, менімен бірге болыңыз. Астарыңыз дәмді болсын.